Қайырлы уақыт, құрметті әріптестер. Бүгін ChatGPT-дің көмегімен өзіміздің сабағымызға қажетті идеяларды және жылдам қымжы құру жолдарын үйренетін боламыз. Ол үшін ChatGPT-ға кіріп, сол жақтағы скрипканы басу арқылы өзімізге қажетті қымжының форматын жүктеп аламыз. Содан кейін оның астына анық түрде жасанды интеллектке өзіміздің қажетті материалымызды, ақпаратымызды жазамыз. Осы үлгі бойынша мысалы өзіңіздің сыныбыңызды, тақырыбыңызды жазасыз да, мақсатымен, ойындарымен қымжы құрастырып бер десеңіз, жасанды интеллект сізге айналасы 1 минуттың ішінде сапалы, қажетті қымжы құрастырып беретін болады. Ең бастысы өзіңізге не керек екенін анық жазасыз, және де мақсатым болсын, ойыным болсын, өзіңізге не керек, соны анық жазуыңыз керек. Яғни жасанды интеллект анықтылықты, анық болуды жақсы көреді. Мінекей алдарыңызда жасанды интеллект маған тарсылдатып салған үлгім бойынша қымжын жазып жатыр. Сабақтың басталуын бөліп, минуттары, негізгі бөлімді 25 минут берген, мінекей серік түсатіне 5 минут берген, қорытынды бөлімге 5 минут. Содан кейін үй тапсырмасыны, рефлексия, не алуға болады, барлығын өзі ұйымдастырып жазып беріп жатыр. Егер дұрыс құрылмай қалса, өзіңіз кері байланыс беру арқылы тағы да оны жөндетіп құруыңызға болады. Неке сабақтың өн бойында бірінші бөлімде не істеймін, екінші бөлімде не істеймін, қорытындыда не істеймін, үй жұмысына не берсем болады, бәрін жасанды интеллект жасайды. Яғни бұл жасанды интеллект ChatGPT мұғалімнің жұмысын ыңғайлы қылуға бағытталған жасанды интеллект. Жасанды интеллекттен қорқып, болмаса үйрене алмаймын деудің қажеті жоқ. Бұл сізге көмекші, уақытыңызды үнемдейді, әрі сіздің сенімді серігіңіз бола алады. Енді жасанды интеллектке екінші тапсырма беріп жатырмын. Ежелгі қалалар тақырыбында 3-ші сыныпқа платформалық қандай жұмыстарды қолдана аламын. Неке бірінші платформалық жұмысты ұсынып жатыр, оған маған мүмкіндіктері, идеяны ұсынып жатыр, алдарыңызда тұрғандай. Каходты ұсынып жатыр, оның мүмкіндіктерін көрсетіп жатыр. Оған тест, викториналық жұмыстар құрауға болады, картадан қалаларды белгілетуге болады дейді. Padlet тақтасын ұсынып жатыр, Google Maps болмаса квизді, Wordwall'ды ұсынып жатыр. Әрбір платформалық жұмыстың мүмкіндіктері маған арналған, және оның ұсынатын идеясын көрсетіп жатыр. Қосымша идеялар, слайдты қандай платформамен жасауға болады, және де макет құрастыруға қандай тапсырма береді. Неке соның барлығы жасанды интеллект әрқайсысын кезек-кезек, яғни пошаговый бойынша маған көрсетіп жатыр. Бұл қазіргі соңғы жылдағы осы оқу жылының тренді, яғни жасанды интеллектті пайдалану арқылы сабағыңызды қызықты өткізуге, әрі мұғалімнің уақытын үнемдеуге арналған. Енді тағы да келесі бір тапсырмам, математика 4-ші сынып көп таңбалы сандарды көбейту тақырыбында қандай көрнекілік қолдана аламын. Жасанды интеллект қарап отырсаңыз, айналдырған 10 секундтың ішінде маған 9 варианттан жасалған көрнекіліктің түрін ұсынады. Неке интерактивный слайдтар PowerPoint немесе Canva'да көбейтудің қадамдарын түсіндіру, әрқайсысын қалай жасауға болады, қай жерде, қай бөлімде, қандай бағытта қолдана аламын, бар көрнекіліктің түрін маған ұсынып жатыр. Интерактивті формалармен, цифрлармен, математикалық тақтада санның моделін қолдану дейді. Неге кәдімгі көп таңбалы санды бір таңбалы санға қалай бағандап бөліп мұғалім көрсете алады. Соны да жасанды интеллект көрсете алады. Жасанды интеллект әдебиет пәні мұғалімдеріне тапсырмас көмекші, өйткені бір романды, болмаса басқа да бір тақырыпты ол аз уақыттың ішінде қысқаша мәтінін айта алады, мұғалімге қажетті дүниесін қысқа уақытта жасап бере алады. Бұл барлық пән мұғалімдеріне жан-жақты бағытта қарастырылып, сабағын сапалы әрі қызықты етіп өткізуге мүмкіндік береді. Неке алдарыңызда өздеріңіз көріп тұрғандай 4-ші сыныптағы көбейту тақырыбына арналған сабаққа қандай жасанды интеллект қолдана аламын. Соның бәрін маған аз уақыттың ішінде жасап берген болатын. Ал енді мен келесі өзіме қажетті кері байланыс, яғни оқушы маған беру тиіс кері байланыстың түрлеріне запрос жіберіп жатырмын. Кері байланыстың түрлерін маған 10-нан астам қазір кері байланыстың түрін ұсынады. Мен
жаңағы бұны енді Canva платформасында болмаса басқа платформада ешкімде жоқ, ерекше кері байланыстың түрін жасап аламын. Бұл менің оқушыма, менің сабағыма ынтығып асығуына үлкен себеп, көмекші болады деп ойлаймын. Өйткені жаңашыл ізденіп тұрған мұғалімнің, ұстаздың оқушыларда үздік болады, әр сабағына асығып тұратын болады. Енді мінекей алдарыңызда тұрғандай, жыл мезгілдеріне байланысты жыл мезгілдерін таңда әдісі, оның мақсаты, қандай тапсырма ұсына аласың, смайликтер әдісі, бас бармақ әдісі, бес бармақ, бес саусақ әдісін, кешіріңіздер, бас бармақ, бес саусақ әдісін ұсынып жатыр. Яғни рефлексияны жазады, оның тапсырмасын, оның кері байланыстың қандай оқушы үшін, мен үшін маңызды, мен оны қай жерінен көрнекі жасап шығара аламын. Жасанды интеллект аз уақыттың ішінде осыны маған ұсынып отыр. Сұрақ жауап шеңбері мақсаты, сабақтағы негізгі білімді қайталау, тапсырма, оқушылар шеңбер жасап отырады. Қазір қай жыл мезгілі, қыста неге суық болады дейді. Жыл мезгілі постері, яғни бұл жерде топтық жұмыс арқылы кері байланыс беру. Осының барлығын жасанды интеллект қамтып, менің сабағыма идея қосып отыр. Мен оны 1040 телеграмдағы чаттардан іздемеймін, ютубтан отырып іздемеймін, тек қана жасанды интеллектке бағыттап, аз уақыттың ішінде өзіме кері байланыс жасап алдым. Енді бұл жасанды ChatGPT-ның тағы бір ерекшелігі, бұл жерде біз иллюстрация жасай аламыз, яғни сурет құрастыра аламыз. Қазір мен қазақ қызының, киіз үй алдында тұрған қазақ қызының суретін жасап көрмекшімін. Бұл жерде бұл маған бірнеше нұсқа ұсынады, және ескере кететін жағдай, бір күнде 3 сурет қана жасай аласыз, сіздің лимитіңіз бітеді, келесі күні тағы да қосылады. Сондықтан ChatGPT-дің ақылы түріне қосылып алсаңыз, без лимит болады. Ал енді күнделікті 3 сурет жетеді десеңіз, күнделіктісін күнде жасап отыра аласыз. Сол естеріңізде болсын. Бұл жасанды интеллекттің бір жақсысы, қазақша таза, қатесіз жазады, және сізге қазақша идея бере алады сабағыңызға. Суретті аз уақыттың ішінде маған суретті дайындап беріп тұр. Суреттің нұсқасын көремін, көңілімнен шықпаса басқаша жасай аламын. Сурет маған ұнаған жоқ, өйткені қыз азиат қыз емес, қазақ қызын емес, европалық түрге көбірек ұқсаған, сондықтан мен басқаша жаса деп оған ұсыныс білдіріп жатырмын. Яғни қыздың көзі көк болсын деп, бірақ сонда да көңілімнен шықпады. Сондықтан мен басқа аккаунтымнан жасаған, сіздерге қазақ қызының суретін қазір көрсететін боламын. Жерде сурет тұнық, бұны кез келген әлеуметтік желіге, болмаса өзіңізге қолдансаңыз, бұлдырлап түспейді, анық, тек қана жүктеп аласыз. Үстінде тұр ғой, үстінде стрелка бар, соны басу арқылы автоматты түрде өзіңіздің телефоныңызға, болмаса ноутбукқа жүктеп алуға болады. Мен қазір ноутбукта жұмыс істеп отырмын. ChatGPT-ді жүктеу арқылы телефоныңызда да жұмыс жасай аласыз. Яғни тест шешу, болмаса басқа да тақырыптар қажет болатын болса, ChatGPT-мен ақылдасып отырып жұмыс жасай аласыз. Бұл суретте маған ұнаған жоқ, өйткені қыз орыс қызға көбірек ұқсап кетті қазақ қыздан гөрі. Жасанды интеллектпен жасалған жұмысты көрсетіп жатырмын. Енді мінекей мен екінші аккаунттан жасалған қазақ қызының бейнесін көрсетіп жатырмын. Оң жақтағы стрелканы басу арқылы мен өзіме жүктеп алдым. Мінекей ChatGPT арқылы жасалған суретім дайын. Бұл ChatGPT арқылы сіз эссе, баяндама, және де психологиялық көмек ала аласыз. Мінекей мен жазып жатырмын, суды уақытылы ішу үшін мен не істей аламын? Яғни өзіңізге кеңесші ретінде алып, өзіңізбен кеңесіп, ақыл жазып, өзіңізге кері байланыста болатын серіктесіз десеңіз, осы ChatGPT-дің көмегімен орындап, өзіңізге қажетті дүниені жасата аласыз. Сапалы, анық жазылған сабақтар өткізгіңіз келсе, осы ChatGPT-ге сүйеніп көріңіз. Және сіздерге айтып өтетін, табысты ұстаз деп аталатын жасанды интеллектке бағытталған өзімнің авторлық курсымның старт алғанын хабарлаймын. Осы видеоның астында номері бар, соған хабарласу арқылы жасанды интеллект курсына жазылсаңыз болады. Онда 3D куб жасау және жасанды интеллекттің көптеген түрлерімен жұмыстар жасалған. Сондықтан номерге хабарласу арқылы курсқа жазылсаңыз болады. Барлықтарыңызға назарларыңыз үшін рахмет. Бүгінгі сабақ өте пайдалы болды деп сенемін. Сіздерден кері байланыс күтемін. Жақсы күндерде